Башыларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті халайық. Негізінде қазақ тарихында шаңды жорық деген атаумен қалған аңызға айналған қазақ жоңғар соғыстарының ең ірі эпизоды болған еді. Бұл жоңғарлардың соңғы рет тұяқ серпуі болатын. 1771 жыл Еділдің бойы. Қаңтарылған қаңтар айында кеуделерінде бір үміт оты жалт еткен, алайда көздері үрейге толған мыңдаған еділ қалмақтары шығысты бетке алып, ақырын жылжып бара жатыр. Ақырын емес-ау, жан ұшыра қимылдап. Көштің ұзын саны шамамен 170-180 мың адам. Тайлы тұяғымен қолдарына ілінген азын-аулақ дүниесін жиып, жан ұшыра шығысқа қарай жылжып барады. Оларды арнағатты еділдің мұзымен өтіп бара жатқанын қазақтың бір топ жауынгерлері сонау жар басынан үнсіз ғана бақылап тұрды. Қалмақтар бір-біріне соқтығысып, бірінің үстін бірі басып қайтсе де келесі жағалауға аман есен жетіп алу үшін тырбаңдап жатыр. Бұл үлкен төбеден қарағанда шеті де шегі де көрінбейтін мыңдаған адамның ретсіз шығысқа ағылуы болатын. Олар бұл жерге, яғни Еділ бойына қалай келді? Алдымен осыны түсініп алайық. Ойраттардың ұлан байтақ Дешті даласына бұл бірінші рет келу емес. Негізінен тарихта сонау Әбілқайыр хандығын құлатып, кейіннен қазақ хандары Тәуекел мен Есім хандарға тәуелділікке түсіп, кейіннен солтүстіктегі қазақ ауылдарын жарып өтіп, Еділ бойына барып қоныстанған халық болатын. Негізінде Еділдің бойында башқұрттар мен ноғайлар қоныстанған болатын, бірақ ойраттар келе салысымен оларды ығыстырып, Мәскеудің күзетшісіне айналды. 2 ғасырдан астам уақыт бойы қазақтардың ығырын шығарып, жойып жібермек болған халық, яғни ойраттар, енді бәрін тастап, әйтеуір өлмей, аман есен Жоңғариясына жетіп алмақ болды. Алайда қырғын көрген қазақтардың көп бөлігі олардың бұлай жайдан-жай кете салуына келсе қоймады. Себебі осы ойраттармен, яғни жоңғарлармен соғыс кезінде қаншама қазақ сарбаздары дүниеден өткен болатын. Сонымен осылайша қалмақтар жайықтан өтіп, Торғайдың суынан сал жасап әзер өтіп, Балқаш көліне қарай беттейді. Осы кезде кіші жүз қазақтарының басшысы Нұралы хан бастаған тобы оларды жолай ауылдардан өткен сайын шабуылдай береді. Бұл бір кездері Ресейді табаныма салам деп мыңдаған французды соңынан ертіп, кейін қайтарда Кутузов оның әскерін қалай бөлшек-бөлшек қылып жойып жіберсе, Нұралы хан да қалмақтарды әр бекет сайын бір шабуыл жасап, олардың санын азайта берді. Көш өзінің мәресіне жақындап қалған болатын. Бүкіл қазақтың жекелеген сұлтандары бір тудың астына жиналып, Абылай ханның бастауымен 50 мыңға жуық әскер Мойынтының бойында қалмақтарды түгелдей қоршап алып, тыпыр еткізбеді. Шеттерінен қырылып қалу қаупі туған түсінген ойраттардың басшысы, яғни көшті бастап келе жатқан обашы, Абылай ханға елші жіберіп, ақ үй аманатын беріп, өздерін бодандыққа алуына өтініш айтады. Қалмақтардың бұл ұсынысын Абылай хан кеңеске салып, би батырларымен ақылдасады. Алқалы жиын 3 күнге созылса керек, алайда бұл қалмақтардың кезекті қулығы болатын. Мәжілісте Батыр Баян бастаған бір топ батырлар қалмақтардың мұндай қулығына сенбеуді, оларды осы сәтте бас көтертпесті етіп жеңу керектігін айтады. Алайда бұл кезде қалмақтар қулыққа басып, қазақтардың шебін жарып өтіп, шығысқа қарай лап қойған болатын. Алғашында есеңгіреп қалған қазақ әскерлері қайтадан жауынгерлік сапқа тұрып, қалмақтарды қуғындай бастайды. Жолдағы қазақ ауылдарындағы ер жігіттер де қалмақтарды алдынан тосып алып шабуылдай берді. Қазақ әскерлері екі жақтап қыспаққа алып, қалмақтарды суға жақындатпай, шөлді жерлермен жүруге мәжбүрледі. Осылайша аштық пен шөлден әбден қалжыраған көшкен қазақтардың тың әрі сақадай сай әскері оларды лап қойып, үнемі қырғынға ұшыратумен болды. Қалмақтардың бұл көші олар үшін тым қымбатқа түскен еді. Сонау Еділден шыққанда қалмақтардың саны 170 мың адамның шамасы болса,
енді қалмақтардың 10-15 мыңы ғана Жоңғарияға табандар тиген болатын. Ал қалмақтардың қалған бөлігі жолда аштық пен суықтан, шөлден, қазақтардың үздіксіз шабуылдауынан қырылып қалған болатын. Ал кейбір бөлігі жолай көштерін тоқтатып, қазақтардың арасына еніп кетті. Ал әлгі азғантай қалмақтар, яғни Жоңғарияға жеткен қалмақтарды ол жақта Қытайлар қарсы алды. Себебі ол аумақта Қытайдың билігі орнаған болатын. Яғни 1758 жылы Қытайлар Шыңжаң өлкесін құрып, Жоңғарияны өзінің боданына айналдырған болатын. Осылайша шығыстағы Қытайлар ойраттарды одан әрі бодандыққа түсірді және Жоңғария мемлекеті тарих сахнасынан жойылды. Ал Абылай хан және өзге де қазақ хандары азаттық жолындағы күресті одан әрі қарай жалғастырды. Себебі олардың алдында азаттықты сақтап қалу үлкен мәселесі тұрған еді. Осылайша Жоңғария мемлекеті тарих сахнасынан жойылған болатын. Ал сіз Шаңды жорық туралы тағы қандай тарихи деректерді білесіз? Өз пікіріңізді комментарийге жазып қалдырыңыз және бұл видеоны қолыңыздан келгенше тарата жүріңіз ағайын. Себебі қазақтың осындай тарихын бүгінгі жастар білуі керек деп ойлаймыз.